Ең қарапайым әрі ең жылдам жетістікке жетелейтін жолдың бірі ол ой тазалығы. Өйткені ой таза адамның жаны да таза, ал жаны таза адамның кез келген жақсылықты қабылдауы да тез. Мысалы, бірінші байлық денсаулық, екінші байлық оңсаулық деп данышпан қазақ баяғыда рухани байлықты материалдық байлықтан артық қоя білген. Сол себепті ой денсаулық кепілі. Тіс ауырса, құлақ және іш сыр берсе, дереу жанымызға батады. Жан дұрыс ойлауын доғарады. Ол қолайсыздықты сезінеді, реттілікті бұзады, ашу қысады. Жан күйзелісі болса, тән қалыпты тірлігінен адасады. Бірақ та тәнге зақым тигізген аурулар жайында қалады. Егер де жанға кесірін тигізетін тілектер мен жаман сөздер айтылса, артынша бұл адамды психологиялық ауытқуға апарып соғуы мүмкін. Сол үшін психикалық саулығымыз физиологиялық саулығымыздан әлдеқайда маңызды. Жан сау болса, тәніміз де сау. Жан таза болса, ниеті ізгі, тілегі пәк болса, адам кез келген аурулардан ада болады. Әрине, әуелі Алланың сізге деген рахымы көп болсын. Құрметті ізгі жан, менің каналыма жазылып, өзіңе пайдалы ақпарат алып отырғаныңа мыңда бір алғыс. Менің еңбек сізден жақсы пікір мен лайк. Олай болса, мен жалғастырайын. Түйедей бойың болғанша, түймедей ойың болсын дейді дана халқымыз. Яғни, жақсы ой сені жақсы тұлға етіп қалыптастырады. Өрелі ой жанымызды биік белестерге жетелейді, жүрегімізді кең етеді. Ал жаман ниет, жаман ой жанды қобалжытады. Жан қатты күйзеледі, жаман ойдың құрсауында қалады. Керісінше, өз ойын азда болса қадағалай алатын адамның сөз саптасы салмақты, сәлиқалы болады. Дауысы әуезді, өзін-өзі байсалды ұстайды. Түр әлпеті сымбатты, көркем, ал көзінде от ойнайды, шуақты, сәулелі келеді. Сол себепті ойымызды тазалау арқылы өзімізге сенімді болып, өзімізді жақсы бағалап, мықты тұлғаға лайықты мінездеме беріп, өзімізді өзгертіп, жақсы мінез қалыптастыра аламыз. Ең бастысы ой ойлауды өзгерту, әдеттерді ұстаным мен қабілетті қалыптастырып, ерен тұлға болып шығуыңызға жақсы көмектеседі. Тәтті сөз бен дүзу ой тағдыр сия. Яғни адам ой егеді, сосын соның егінін орады, әрекет етіп есесіне әдет алады. Әдет егіп мінез алады. Мінезін егіп тағдырын жасайды. Адам осылай өз тағдырын өз ойы мен әрекеттері арқылы жасап шығарады. Әр адам өз тағдырын жасаушы. Дұрыс ойлай білген, соған қарай әрекет ете білген адам өз тағдырының сімері бола алады. Сіз білмейтін ойдың тағы бір құдіреті ол физиологиялық өзгерістерге жетелейді. Ойлау жүйесінде кез келген өзгеріс менталды денеде діріл туғызады. Ары қарай физиологиялық тәнге әсер ете отырып, мидың белсенділігін тудырады. Жүйке жүйесіндегі осы белсенділік көптеген электрохимиялық өзгерістерге жол ашады. Сол себепті жек көрушілік, қызғаныш, күйгелектік, ашушаңдық сияқты түрлі сезімдерге бой алдырады. Ал олар ағзаның жасушаларын жойып, жүрек, бауыр, бүйрек, көкбауыр, асқазан ауруларының пайда болуына себепші болады. Тереңірек айтсақ, қайғы менен қуаныш, сенімділік пен сенімсіздік тәнімізге бірден әсер етеді. Ағзамыздағы әрбір жасуша қайғырып немесе өсе алады. Жанымызға енген әрбір ойымыз қағида бойынша не туралы көбірек ойласақ, соның образын жасап шығарады. Жанымыз белгілі бір ойға қаратылса, сол ойдың үстінен дөп түссе, материяның белгілі бір дірілі қалыптасады. Осы діріл неғұрлым жиі қайталанса, онда оның әдетке айналуы да ғажап емес. Тән жанның қалауын орындайды, оның өзгерістерін сыртқа шығарады. Бір нәрсеге көңіл тоқтатсаңыз, ойыңыз соны бекітеді. Әрбір ой, эмоция немесе сөз адам ағзасындағы әрбір жасушада қуатты толқын тудырып, мықты әсер қалдырады. Сол үшін дәл қазірден бастап қандай да бір жаман ой ойлаудан аулақ болыңыз. Дереу жақсы ой толқынына көшіңіз. Сонда ғана үйлесімді өмір мен бай қуатты бейбіт тіршілікке қол жеткізесіз. Сүйіспеншіліктен туған ойлар жаман ойларды бірден жояды және сіздің алға басуыңызға мықты қару бола алады. Сонымен бірге ой қоршаған ортаны қалыптастырады. Көп адамдар адамның мықты болып тұлға болып қалыптасуы ортасына байланысты дейді. Шын мәнісінде мүлде олай емес. Сіз белгілі тұлға болып қалыптасу үшін белгілі ортаны іздемейсіз, керісінше сіз жасайсыз. Мысалы, әлемдегі танымал ұлы адамдардың көп сандысы кедейшілікте туып, жағымсыз ортада өскен. Олар өте лас жерде тұрса да, есейе келе әлемге танымал тұлға бола алған. Сіздің әлсіздігіңізде ұлы күш жасырынып жатқанын есте сақтаңыз. Кедейлік, жоқшылық дегеннің өзінде бір қасиет бар. Ол адамды бойсынуға, күш пен төзімділікке баулайды. Ал байлық болса кейде жалқаулыққа, тәкаппарлыққа және басқа да жаман әдеттерге бой алдыртады. Сондықтан жаман ортада өмір сүремін деп өзіңізге кінә артпаңыз.
Ол күпірлік болуы мүмкін. Өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді жасаңыз. Өз ортаңызды өзіңіз қалыптастырыңыз. Ой мен тартылыс заңдылығының байланысы арқылы сіз өз жаныңызға қалаған адамды тарта аласыз. Бұл туралы Алла қаласа кейінгі бейнелерімде ашып айтатын боламын. Ортаға қарамастан өзін жетілдіріп, биік белесті бағындырғысы келетін адам өте мықты адам. Оны ешбір қиындық құлата алмайды. Қысқасы, адам орта мен жағдайға тәуелді емес. Адам оларды қадағалап және өзгерте алады. Оның барлығы өзінің қабілетіне, мінезіне, ойына, жақсы сөз, іс әрекеттеріне тікелей байланысты болмақ.